Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен масс спектрометрия тақырыбын қарастырамыз. Алдыңғы сабақтарда біз әртүрлі заманауи аналитикалық әдістермен таныстық. Оның ішінде хроматографияның бірнеше түрлерімен таныстық. Олар қағаз хроматографиясы, жұқа қабатты хроматография, газ сұйықты хроматография, тағы да басқа. Бүгін сіздермен масс спектрометрия тақырыбын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз масс спектрометрияны изотоптардың массасын анықтау үшін қолданатынын айтқан болатынбыз. Ал тағы да басқа оның қолданысы органикалық қосылыстардың түрін анықтау, яғни қандай органикалық қосылыс екенін анықтау. Сонымен негізгі масс спектрометрияның екі қолданысы бар. Біріншісі изотопты анықтау, изотоп массасын анықтау. Екінші негізгі оның қолданысы ол органикалық қосылыстарды анықтау. Бүгін осыны талқылаймыз. Екінші оның қолданысын, жалпы масс спектрометрия әдісінің жұмыс жасау үдерісін еске түсіретін болсақ, бізде ең алдымен не болады? Кез келген үлгі, анықталып жатқан зат буландырылады, яғни газ фазасына айналдырады. Булану бірінші процесс. Екіншісінде ол буланған газды үлгіні біз не қыламыз? Электрондармен атқылаймыз, иондаймыз. Иондау екінші кезең. Иондалған, яғни оң зарядталған осы үлгіні біз үдетуден өткіземіз, акселератордан. Ол жақта ол жылдамдығын арттырады. Үшіншісі үдету, жылдамдығын арттыру. Төртінші кезеңде оны электромагниттік күшпен изотоптардың траекториясын ауытқытамыз, яғни өзгертеміз. Ауытқу. Және соңында біз ауытқыған изотоптардың немесе бөлшектердің табиғатын анықтаймыз. Анықтау. Осылайша үдеріс жалпы жүреді. Енді бүгін сіздермен қалайша органикалық қосылыстар анықталатын айтайық. Оны буландырады, кейін иондайтын кезде ол бірнеше бөліктерге бөліну мүмкін. Себебі изотоптарды атқылаған кезде изотоптан не кетеді? Электрон ғана кетеді. Мысалы, изотоп ол бір атом. Оның ядросы бар және көптеген электрондары бар. Атомды атқылаған кезде одан электрондар шығуы мүмкін. Бір электрон, екі электрон, немесе үш электрон. Ол неге байланысты? Атқылап жатқан электрондардың күшіне байланысты, жылдамдығына байланысты. Егер де күшін азайтатын болсақ, бір ғана электронды ұшырып жібереді. Күшін көбейтетін болсақ, 2, 3 немесе одан да көп электрондарды ұшырады. Бұл бір атом, яғни бір изотопты атқылаған кезде. Ал егер де біз органикалық қосылыс, үлкен мысалға бір органикалық қосылыс мысалы ретінде этанолды алайық. Бұл жерде бірнеше атом бар. Біріншіден, олардың әр атомның айналасында электрон бұлты бар. Егер де бір изотоптан бір электрон кететін болса, мына жерде бірнеше атомнан электрондары атқылауы мүмкін. Электрондар қай жерде бар? Электрондардың кейбіреулері байланыс түзуге жұмсалған, олар мына жерде орналасады. Олар ковалентті және екі атомның арасында бөліседі өзара. Ал кейбіреулер, мысалға оттекте, мына екі электроннан басқа да өзінің электрондары бар. Оларға да жоғары жылдамдықты электрондар тиіп, оларды ұшырып жіберу мүмкін. Сонда біз ұшырып жіберу қазір комбинация варианттарын қарастырайық. Мәселен, осы этанолға атқылаған кезде бірнеше өнім түзілуі мүмкін. Мәселен, бір электронды атқыладық, бір ғана электрон молекуладан кетіп қалды дейік. Кез келген бір атомнан. Бізге маңызды емес қай атомнан. Бір электрон кетіп қалды. Неге айналады? Бір электрон мына молекуладан кеткен кезде ол оң зарядталған ионға айналады. Яғни құрылыс өзгермейді. Мен оны қысқартып жаза берейін. CH3, CH2, OH дейін де
құрылысы өзгерген жоқ, байланыс үзілген жоқ, жалпы молекуладан бір электрон ұшып кетті, мәселен оттектің бір жерінен, және жалпы молекула иондалды. Бұны біз молекулярлы ион деп айтамыз. Молекулярлы ион. Оны біз М+ деп белгілейміз. М+. Бұл бірінші вариант. Басқа вариантта біздің атқылап жатқан электрондарымыз байланысқа тию мүмкін. Ол байланыстар, мысалы, көміртек пен сутектің арасы, көміртектің арасы, көміртек пен оттектің арасы деген сияқты осы байланыстарға тию мүмкін. Кейбір байланыстарға тию ықтималдығы өте жоғары. Кейбір байланыстардың үзілу ықтималдығы жоғары. Ол неге байланысты? Ол байланыстың беріктігіне, күштілігіне байланысты және атомдардың тартылысына байланысты. Ең жиі үзілетін байланыстар олар көміртек байланысы, көміртек оттек байланысы, көміртек азот байланыстары ең жиі үзіледі. Мәселен, осы байланыстардың қайсысы бар бізде? Міне көміртек байланысы бар, осы үзілді делік. Мына жаққа электрон тиген кезде байланыс үзіледі. Байланысты жасап тұрған қанша электрон бар? 2 электрон бар. Біреуі мына көміртектікі, екіншісі мына көміртектікі. Үзілген кезде бір электрон ұшып кетті. Екі байланыстың арасында бір электрон қалды. Ол байланыс үзуге жеткіліксіз, сондықтан байланыс үзіледі. Нәтижесінде мынадай өнім пайда болады. Яғни электрон егерде мына жақтан ұшып кетсе, мына бірінші көміртектен ұшып кететін болса, онда мына көміртек электронсыз қалады. Сонда электронсыз қалды деген сөз, ол неге айналды? Ол оң зарядталған ионға айналады. Ал бір электрон мында байланыстан шықты, екінші электрон мына көміртекте қалды. Ол неге айналып қалады? Ол бір электроны бар радикал бөлшекке айналады. Қалғанын біз көшіріп жазамыз. Яғни, бірінші вариант байланыс үзілген кезде электрон кетті, мына көміртектің жанындағы. Ол мына CH3 метил тобы бізде ионға айналады. Ал CH2OH тобы радикалға айналды. Енді қалай ойлайсыздар оқушылар? Осы екі бөлшектің мына ол барлығы иондану, үдету, ауытқу, анықтауға дейін келеді. Анықтау кезеңінде қай бөлшекті масс спектрометр анықтайды? CH3+ ионды ма, немесе CH2OH радикалды ма? Әрине CH3+ ионды. Себебі масс спектрометрияның әдісі осы иондалған бөлшекті анықтау кезінде оның зарядына байланысты анықтау процесс. Сондықтан тек қана анықтау кезеңінде оң зарядталған иондар ғана көрінеді масс спектрометрге. Ал зарядталмаған немесе теріс зарядталған бөлшектер көрінбейді. Сондықтан тек қана мынау көрінеді. Осы көрінген кезде бізде алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, масс спектрограммада не көрінеді? X осінде бізде не орналасады? Массаның зарядқа қатынасы. Массаның зарядқа қатынасы. CH3-тің массасы қандай? 12 көміртек 1, 15. 15. Оның заряды қандай? +1. Сонда М бөлінген заряд қандай болады? +15. Сонда ол мынау бөлшектің шыңы осы жерден көрінеді. Енді бұл бірінші вариант. Екінші мына бөлшек көрінбейді. Екінші вариант, осы жерге электрон тиген кезде осы байланыс үзеді, бірақ мынау электрон шығады екінші көміртектегі. Бірінші көміртектегі электрон өзінде қалады. Ол қандай бөлшекке айналады? Ол метил радикалына, яғни CH3 электрон қалды, ал мына жақтан электрон кетіп қалды. CH2OH. Одан электрон кеткендіктен бұл бізде плюс оң зарядталған ионға айналады. CH2OH+ ион. Яғни анықтау кезеңінде осы ион масс спектрометрде спектрограммаға түседі. Оның массаның зарядқа қатынасы қанша болады? Массасын есептейік. 12, 16, 28, 3 қосатын болсақ 31. 31-ден бізде келесі шың шығады. Бұл екінші шың. Тағы қай жер үзілуі мүмкін? Бізде тағы мына байланыс үзілуі мүмкін. Бірақ мына байланыс үзілгенде электрон көбінесе оттектің электротесттігі жоғары болғандықтан оттекке жақындап көміртектікі ұшып кетеді. Сондықтан мына бөлшек бізде плюс зарядқа айналады. Сонда ауызша есептейтін болсақ, 12, 12, 24, 24-ке 5 қосатын болсақ, 29. 29-дан тағы бір шың шығады. Және бірінші вариантта мына бүкілінің молекулярлы ионның массасы қанша болады? 46, 46-дан тағы бір шың шығады. Сонда
этанолды біз масс спектрометрге буландырып салған кезде 5 кезеңне өткен кезде анықталудың нәтижесінде осындай спектрограмма пайда болады. Ол спектрограммада бізде осындай 4 шың болады екен. 15-ші МЕ шыңында 29-дан 31-ден және 46-тан. Ал оның ұзындықтарын біз білу міндетті емес. Ол ұзындықтар нені білдіреді? Осы бөлшектердің таралуы сол жүйенің ішінде. Ол неге байланысты? Ол сол бөлшектің пайда болу ықтималдығына байланысты. Яғни, осы жерден қарап отырып, біз 31-дің ықтималдығы жоғары екенін анықтап отырмыз, яғни мына бөлшектің. Немесе 29-ның ықтималдығы өте аз екенін байқай аламыз. Оны біз білуіміз міндетті емес, біз осыны оқи алуымыз қажет. Яғни, көрген кезде қай шың, қай бөлшекке тиесілі екенін анықтауымыз қажет. Және бұндағы тағы да маңызды мәселе, біз молекулярлы ионды қолданып жалпы қосылыстың молекулалық массасын болжауға болады екен. Қазір міне этанолдың құрылымдық изомері диметил эфирдің де біз қазір спектрограммасын анықтап көрейік. Оның формуласы қалай болады? Диметил эфир CH3O CH3. Бұнда қандай байланыстар бар? Міне CH3O, яғни CO және CO. Сутектер көбінесе үзіле қоймайды. Көміртек сутектер. Сонда бізде нәтижесінде қандай фрагменттер пайда болады, яғни бөліктер пайда болады. Мына жер үзілген кезде айттық, оттек электронды алып қалу ықтималдығы жоғары, сондықтан көміртек электронды жоғалтып, бізде мына бөлшек пайда болады, CH3+. Мына жақтан да сезсек, ол да дәл сондай ионға айналады. Сонда көбінесе бізден шығатын осы бөлік екен. Осы бөлікті біз фрагмент деп атаймыз. Яғни, әрбір масс спектрометрдің спектрограммасында көрінетін шыңдар, ол фрагменттің шыңдары. Олар әрқашан оң зарядталған бөлшек болады. Мынау да дәл сол фрагментті көрсетеді. Яғни, қай жерден шығады, ол да массасы бізде 12 плюс 3, 15-тен шығады екен. Сонда диметил эфирдің спектрограммасын салатын болсақ, 15-тен бір шың шығады. Және тағы не бар? Молекулярлы ион бар. Әрине, ол барлық молекулдан бір ғана электрон кетіп, оң зарядталған бөлшекке айналған кезде, біз общий масса, жалпы массаны есептеген кезде 46 болады. Сонда 46-тан тағы бір шың шығады. Сонда этил спирті мен диметил эфирдің екеуі де изомері, спектрограммасында айырмашылығы қандай? Олардың фрагменттерінде, яғни шыңдарында. Диметил эфирде 15 және 46-тан шың шығатын болса, ал спиртте, этил спиртінде 15, 29, 31 және 46-тан шыңдар шығады екен. Осыны оқу арқылы біз екі затты анықтай алады екенбіз. Сонымен оқушылар, бүгін біз сіздермен спектрометрияны жалғастырдық. Оның негізгі қолданысы органикалық қосылыстарды анықтау үшін. Ол мына кезеңдерден өтеді, және анықтау кезеңінде ол фрагменттерге айналып, фрагменттер белгілі бір спектрограммада шыңдарды көрсетеді екен. Солай біз кез келген органикалық қосылыстарды анықтай алады екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.